Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен шоколадный глазурь рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға какаомызды, қантымызды салып, біркелкі қылып араластырып аламыз. Сосын сүтімізді құйып, біркелкі маса болғанша араластырамыз. Шоколадный глазурь дайындаған кезде какаоның ең сапалысын қолданған дұрыс, сонда оның дәмі керемет, жақсы шығатын болады. Біркелкі болғанша араластырып болғаннан кейін баяу отта қантымыз ерігенше араластырып ұстаймыз. Қантымыз ерігеннен кейін сары майымызды салып, оны да ерігенше жақсылап араластырамыз. Дайын болған глазурьды басқа бір ыдысқа құйып суытамыз. Суығаннан кейін 15 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Сонда глазурьымыз қоюланып, қолдануға дайын болады. Осымен біздің глазурьымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.